Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлмира. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тәбет ашатын, қысқа сақтауға болатын аджиканың оңай жолын сіздерге көрсететін боламын. Тағы да көптеген қыстық салаттардың жасалу жолын менің каналымнан көре аласыздар. Бізге керегі осындай қызыл болгарскийіміз өзіміздің огородтан шығады. Сосын қызыл бұрышымызды, ащы бұрышымызды, помидорымызды, чесногымызды бәрін дайындап аламыз. Описанияға қалдырып кетемін қанша килограммнан екенін. Бәрін жуып, жақсылап, турап дайындап аламыз. Турап алған соң еттарқыштың көмегімен қызыл болгарскийімізді, помидорымызды, чесногымызды, қызыл бұрышымызды барлығын еттарқыштан өткізіп аламыз. Өткізіп дайындалып болған соң қазанымыздың астына отты жағып, бір кесе майымызды құямыз. Майымыз қызған соң, мен бірінші осында қызыл ащы бұрышымызды саламыз. Сол кезінде дәнектері піседі, атылып кетпейтін болады банкамыз. Оны жақсылап бір 5-10 минуттай қуырып аламыз. Қуырып алған соң, қызыл тәтті бұрышымызды да салып, жақсылап қуырып аламыз 5-10 минуттай. Мінекей әдемі болып, қуырылып, оттың астын қатты қойып жүрмеңіздер, асты күйіп кетуі мүмкін. Сосын еттартқыштан өткізілген помидорымызды құямыз. Үстіне бір 2-3 ас қасық шекерімізді саламыз. Тұзымызды саламыз. Шекер бізде помидордың қышқылдығын алады, бір тәтті, бір өзгеше дәм береді. Сосын еттартқыштан өткізілген чесногымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып қайнатамыз. Міндетті түрде астын қайнаған кезінде араластырып тұру керек. Сол кезінде түбіне түсіп кеткен кезінде асты күйіп қалмау керек. Міне менікі уже 1,5 сағаттай қайнады, суы тартылып, әдемі болып шығады. Менде осында 1 литрлік банкілерді жуып, күннің астына қыздырып, стерилизация етемін газге. Сосын дайын болған соң осында құйып, 2-3 тамшы уксусымызды тамызып, банкамызды жауып, жылы жерге орап қоямыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видеоларымды бірінші болып көре аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, әшілеу келеді. Қыстың күні тамақпен жақсы жейілінеді.